Ассалаумағалейкум, равон жүргізушілері. Мына жазғы дөңгелек туралы айтып тұрмын. Егер де кім жаңадан осындай равон автокөлігін алады, бірден покрышкаларын ауыстырып тастауға кеңес беремін. Себебі 185-те 55-15 дюймдік дөңгелек. Кішкене бұл автокөліктердің тек қана қалалық жолдарда арналған. Мысалы, әрине кореялық Ханкок фирмалы дөңгелек жақсы дөңгелек, бірақ бұл автокөліктер кішкене қатты соғады, әсіресе шұңқырларда не болмаса кішкене қиындау болады. Сондықтан барлықтарыңызға кеңес беремін. Шама 55-тің орнына 60 салған дұрыс. Жаздық болсын, қыстық болсын. Мен қыстық доңғалақ туралы видеом бар, қосымша қараңыздар. Шыққан жылы, мына жерде көріп тұрсыздар ма? 19 жылғы 10 айда шыққан дөңгелек. Оғанда назар аударғандарыңыз абзал. Ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар. Келесі кездескенше.